Сәлем достар, бүгін біз үйде бар затпен осындай тез дайын болатын панкейки жасаймыз. Міне осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Ол үшін ең бірінші менің каналымды қолдау мақсатында міне подписка батырмасын басып өтіңіздер. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, айран, сұйық май, тұз, шекер, сода. Ең бірінші соданы айранға салып араластырамыз. Ол сәл көпіреді. Міне осылай көпіреді. Даже мен тасытып алдым. Сіздер үлкенде ыдыс алыңыздар. Сол үлкенде ыдысқа араластырсаңыздар, айран көбейеді. Міне сода салғаннан кейін. Одан кейін жаңағы 2 жұмыртқамызбен кішкене шекерімізді салып жақсылап араластырып аламыз да, шекеріміз ерігеннен кейін үстіне айранымызды құямыз. Міне құйып мен араластырып жатырмын уже. Жақсылап бұны араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Міне 2 қасық салдым мен. Жақсылап араластырып аламыз бұны да. Одан кейін жайлап ұнды осындай ситадан өткізіп саласыздар міндетті түрде. Сол кезде пышный болып шығады. Ұнды салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Міне дайын. Енді осылай қызып тұрған табаға май құймайсыздар. Осылай бөліп пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, осындай болып пузырьки болған кезде екінші бетіне аударамыз. Міне біздің панкейктар дайын. Міне жұп-жұмсақ, сосын іші піскен. Қараңыздар, іші әдемі болып піскен. Мен әсемдеу мақсатында разморозкадан әдемі вишняларды алып қоя салдым суретке түсіру үшін. Міне қараңыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып өтсеңіздер өте жақсы болар еді. Рахмет.